Қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі тапочканың тоқылуын көрсеткім келіп тұр. Тапочканы мен мындай арнайы табанға тоқыдым. Мына жерде өзінің мындай сары жіптері бар. Осы арқылы тоқылады. Қолымдағы 38 размер. Бұл маломерка жүреді. 37 размерде киетін кісілерге келеді. Бұны мен мындай иран жіптен тоқыдым. Бұл жерде 100% акрил жібі. Екі түсінен тоқитын болам. Жіпті міндетті түрде екі қабаттап тоқу керек. Ақ түсі және мынандай көк түсінен қосып екі түспен тоқимын. Крючокты мынандай екі деген жағымен тоқыдым. Мынандай крючоктың. Сосын қайшы керек. Ал ендеше бастайық. Тапочканы тоқып бастаған кезде мына ішкі жағына өздеріңізге қарап тұрған жағынан бастаңыздар. Біріншісін тоқыған кезде мына сырт жағынан тоқылады. Енді кейбір кісілер мынаны да солай сырт жағынан тоқимыз деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Мына өздеріңізге ішкі жағынан қарап тұрған жағынан бастайсыздар. Бұл тапочка мына арнайы сары жіптер тұр ғой. Осы арқылы тоқылады. Мен көк жіптен бастаймын. Мына арт жағынан осындай жобалап төртеуілдей қалдырып тастап кетеміз. Мен мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мына қоңыр тұр ғой. Осы 10-шы петлядан бастап тоқыдым. Мына жерде де солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерден тоқып бастаймыз. Осылай сары жіптен міне крючокты өткіздім. Енді мына көк жіпті өткізіп аламыз. Осы жерден бір петля жасаймыз. Мына кішкентай жіп арасына тоқылып кетеді. Енді дәл осы жерге крючокты былай өткізіп, жұмыс жібін шығарып, столбик без накида тоқимыз. Келесіне крючокты өткіземіз, жұмыс жібін шығарамыз. Столбик без накида біреуін тоқыдық. Дәл осы жерге тағы да бір петля тоқылады. Әр сары жіпке екі столбик без накида тоқимыз. Осылай айналдыра мынаның тұсына келгенше әр жіпке, мына сары жіптерге екі столбик без накида тоқып келіңіздер. Мінекей мен қарсы бетіне дейін тоқып келдім. Енді осы жерден екі воздушный петля көтеріп аламыз. Содан кейін тапочканы өзімізге қаратып бұрып аламыз. Енді мына жерде әр тұрған петляға осыларға столбик с накидом тоқимыз. Крючокке жіпті ілеміз. Бірінші тұрған петляға крючокты өткізіп, жұмыс жібін шығарамыз. Мына жерде бізде 3 петля тұр. Осының екеуін бір өткіземіз де, келесі екеуін тағы да өткіземіз. Тағы да крючокке жіпті ілеміз. Келесі петлядан өткізіп, жұмыс жібін шығарып, екеуін бір өткіземіз де, тағы екеуін бір тоқимыз.
міне осылай бірқатар тоқып шығыңыздар. Мінекей мен соңғы жағына келдім. Осы жерден көк жіпті қиып тастаймыз. Енді жіптің ақ түсін қосамыз. Мына жерден жіпті шығарып, осы жерден бір петля жасап бекітіп аламыз. Мына жіптердің барлығы арасына тоқылып кетеді. Енді әр петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жіптер осылай арасына тоқылып кетеді. Осылай қарсы бетіне дейін столбик без накида тоқып келіңіздер. Бірқатар ақ жіппен тоқып, мына осы жерден аяқтадым, қиып тастадым. Келесі қатарда мына осылай тоқылып кетеді. Енді әрі қарай тоқу үшін тапочканы осылай орта жағын белгілеп алуымыз керек. Жобалап, ішінде екі сызық тұр ғой, осының тұсына келеді жобаменен. Осылай ортасы барлығы 13 петлядай шығады. Мысалы, мына жерден мен мына тапочкада 5 узордан бастадым ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Енді оны тоқу үшін біз мысалы мына жерден бір петля жасап аламыз. Одан кейінгі петляны қалдырамыз, тоқымаймыз. Осы мына жерден түседі бір узор. Біреуін тастаймыз, 2 узор. Тағы біреуін тастаймыз, 3. Одан кейін 4, 5 мына жерге бекітіледі. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петлядай болады. Осылай басын белгілеп аламыз. Енді осы жерден тоқып бастаймыз. Мінекей жіпті осылай шығарып аламыз. Бір петлямен бекітіп аламыз. Мына жіп былай қосылып тоқылып кетеді. Енді келесі петля тоқылмайды. Келесін столбик с накидом тоқимыз. Крючокке жіпті ілеміз. Петлядан өткіземіз. Жұмыс жібін шығарамыз. Екеуін бір тоқимыз. Келесі екеуін бір тоқимыз. Дәл осы жерге тағы бір столбик с накидом тоқылады. Мінекей бірінші узорымыз шықты. Одан кейінгі петляны тоқымаймыз, келесінен тоқимыз. Мына жіпті арасына осылай тоқып кетеміз. Крючокке жіпті ілеміз. Петлядан өткізіп, жұмыс жібін шығарып, екеуінен бір өткізіп, тағы да екеуінен бір өткіземіз. Тағы біреуін тоқимыз. Мінекей екі узорымыз шықты. Келесі үшіншісін тоқимыз.
міне үшеуі шықты. Енді төртіншісін тоқимыз. Соңғы бесіншісі. Енді мына жерден бекітеміз. Осы шығарған жіпті мына петлядан өткізіп соединительныймен бекітеміз. Тапочкадан осылай өткізіп міне 5 узорымыз шықты. Келесі қатарда мына жерден бір петля тастаймыз. Келесінен крючокты өткізіп мына жіп осылай болып тұру керек. Бос болмау керек. Қатты тартылмау да керек. Бір петля жасап аламыз. Енді крючокке жіпті іліп, мына жерде бірінші узорды бастадық қой, соның мына жерде тесік бар өзі. Осы жерден столбик с накидом тоқимыз. Бір жерге 2 столбик с накидом тоқылады. Міне, бір узорымыз шықты. Келесін мына әр узор тұр ғой, соның ортасынан аламыз. Міне, екіншісі. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерге 6-шысын тоқимыз. Әр қатарда біреуге артып отырады. Келесін мына жерге тоқимыз. Енді мына жерде бір петля тастаймыз. Жаңа қарсы бетінен біреу тастадық қой, мына жақта да біреуін тастап, келесіне соединительмен бекітеміз. Мынаны осылай жіптен өткізуге де болады, болмаса тапочкадан да өткізіп бекітуге болады. Міне, біріншісінде 5 шықты узор, келесісінде 6 шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді келесі қатарды тоқу үшін мына жердегі петляны сіздер өздеріңіз реттеп алыңыздар. Себебі, мысалы мен мына бірінші тапочкаде біреуін қалдырып,
келесіден бір петля тастап отырдым, одан кейін 2 петлядан қалдырып отырдым. Менде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 қатар шықты. Енді мынау да тура сондай 12 қатар болып шығу керек. Келесі қатарда да мен бір петля тастап, келесіне крючокты өткіздім, жіпті шығардым. Мына жердегі жіпті осылай қатты тартылмау керек, бос болмау керек. Мына жердегі жіп бір петля аламыз, арасына тоқылып кетеді бұл бүйтіп. Осылай крючокке жіпті іліп, мына жерден бір жерге 2 столбик с накидом тоқылады. Әр узордың ортасында мынандай тесіктері бар, осыған тоқимыз. Мінекей, бізде енді 1 2 3 4 5 6 7 әр қатарда бір узорға артып отырады. Жаңа арада 5 болды, 6, енді 7 узор болып шықты. Енді қарсы бетінен біреу тастадық қой, бір петля тастап, келесіне міне крючокты міне осылай 2 жіптің арасынан осылай өткіземіз. Шығарамыз жұмыс жібін. Тура осы жерден былай шығарамыз. Соединительный столбик жасап, арада тапочкадан өткізіп бекітеміз. Енді келесі қатарда ақ жіпті қосамыз. Мына көк жіп қимаймыз, осылай қалады. Енді ақ жіпті мына енді 2 петля қалдырам, келесісіне үшіншісіне қосам. Осылай жіпті шығарып, арадан бір петлямен бекітіп аламыз. Мына кішкентай жіп арасына қосылып тоқылып кетеді. Енді тура жаңағыдай узор жасаймыз. Бір жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Мына ақ жіп арасына осылай тоқылып кетеді. Бірінші узорымыз шықты. Келесі
Енді бұл қатарымызда 8 узор шығу керек. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына жерге 8-ші узорды тоқимыз. Көк жіпті арасына тоқып жібереміз. Арада 1, 2 петля тастап, үшіншісіне крючоктан жіпті шығарып, дәл осы жерден осы жіптен шығарамыз. Мінекей осылай бекітіп тастаймыз. Енді жіптің көк түсімен тоқимыз. Мына жерде тағы да 2 петля тастайым. Келесі үшіншісінен көк жіпті өткізем. Мына жердегі жіпті қарап отырыңыздар, қатты тартылып қалмасын. Осылай болып тұру керек. Қатты боста болмау керек. Арадан бекітіп аламыз. Әр қарай жаңағыдай узор салып, әр петляға 2 столбик накидым. Тоқи береміз осылай. Соңғы узорымыз қалды. Мына жерге тоқимыз. Мына жерден 1, 2 петля тастап, үшіншісіне бекітеміз осылай. Осылай жіпті өткізіп, арадан бекітіп аламыз. Мінекей осылай жіпті ауыстырып отырып, мен бірінші тапочкаде 12 қатар тоқыдым. Сіздер де солай тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 12 қатар тоқып шықтым. Енді тапочкамызды осындай әдемі узормен аяқтаймыз. Ол үшін мына соңғы сары жіп бар ғой, мына жердегі, соған көк жіпті бекітіп аламыз.
жерде 2 столбик без накиді жай тоқып шығам. Енді келесіне накид жасап, мына узордың қасындағы тесікке былай бір жерге 3 столбик с накидом тоқимын. Енді мына жерге жай ғана столбик без накидамен осылай бекіттім. Енді келесі мына 2 узор тұр ғой, соның 2 ортасына мына крючокке жіпті ілеміз. Мына жерге жіпті шығарамыз, екеуін бір тоқимыз, тағы екеуін бір тоқимыз. Дәл осындай үшеу болу керек. Екіншісіне, енді үшінші. Келесіне столбик без накидамен бекітеміз. Бір жерге 3 столбик с накидом тоқылады ғой. Мінекей осындай узормен аяғына дейін тоқып аяқтаймыз. Мінекей мен видео сабағым осымен аяқталды. Азғантай уақыттың ішінде осындай әдемі тапочка тоқып алсаңыздар болады. Менің каналымдағы видеоларым ұнап жатса, мені қолдап тіркеліп кетіңіздер, комментария жаза кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.